Сәлем достар, дастарханымыздың сәнін келтіретін үгітілмелі самса дайындайтын боламыз. Өте әдемі әрі дәмді. Салмасына сиыр етінен фарш тартып, пияз және картоп қостым, дәміне қарай тұз, бұрыш салдым. Бөлме температурасындағы майымызға ұнымызды салып, екі қолымызбен крошка болғанша үгітеміз. Мінекей осылай шықты. Енді бұл ұнымызға көрсетілген сұйықтығымызды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды 20-30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Самса жасау үшін қажетті өнімдердің барлығын описанияға қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Қамырымызды шығарып, қажетті бөліктерге бөлеміз. Ыңғайлы болу үшін оны дөңгелектейміз. Бұл мөлшерден 30 шақты самса шығады. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Басқа да жақсы рецептермен бөлісетін боламын. Әрбір дөңгелекті ұн қоса отырып жайып аламыз. Мінекей видеода көрсетілгендей салмамызды салып, өздеріңіздің қалауыңыз бойынша түйсеңіздер болады. Мен міне осылай өрдім, ұйғыр самсасына ұқсас. Өте әдемі көрінеді дастарханда. Міне видеода көрсетілгендей жақсылап бекітіп алып, баса отырып әрбір бұрышын ораймыз. Мінекей осындай әдемі біркелкі самсалар дайын болды. Самсаның беті жылтырап тұру үшін жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытпаңыздар. Мінекей самсаларымыз дайын болды. Самсаларыңыздың ерекше әдемілігін келтіру үшін кунжут, мак немесе зира сепсеңіздер болады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, өте әдемі шығады. 180 градуста 45 минутта пісіп шығады.